Саламатсыздар ма балалар? Математика пәнінің 26 сабағы. Айырмалық салыстыруға берілген есептер. Сендер бір амалмен шығарылатын есептерді модельдеуді және шығаруды үйренетін боласыздар. Бірінші тапсырма: есепті шығар. Ағам 11 жаста, қарындасым 6 жаста. Ағам қарындасымнан неше жас үлкен? Қарындасым ағамнан неше жас кіші? Шарты берілген екен балалар, қараймыз. Ағам 11 жас, қарындасым 6 жас. Неше жас үлкен, неше жас кіші? Балалар, неше бірлікке үлкен, неше бірлікке кіші екенін табу үшін біз үлкен саннан кіші санды азайтамыз. Яғни шешуі 11-ден 6 айырмасы 5-ке тең екен. Жауабы: ағам қарындасымнан 5 жас үлкен, қарындасым ағамнан 5 жас кіші. Бір санның екінші саннан неше бірлікке артық не кем екенін білу үшін үлкен саннан кіші санды азайту керек. Балалар, екінші тапсырма: кестені пайдаланып есептер құрастыр. Шешуін әріп өрнек түрінде жаз. Ағам 22 жаста, қарындасым А жаста. Неше жас үлкен, неше жас кіші? Яғни ережеге сай біз неше бірлікке үлкен, неше бірлікке кем екенін табу үшін үлкен саннан кіші санды азайтамыз. Яғни 22-ден А-ны азайтамыз. Жауабы: ағам қарындасынан 22-ден А-ның айырмасы үлкен, қарындасым ағамнан 22-ден А-ның айырмасына кіші. Екінші нұсқасына қараймыз. Ағам В жаста, қарындасым 5 жаста. Неше жас үлкен, неше жас кіші? Шешуі: В-дан 5-тің айырмасы. Жауабы: ағам қарындасымнан В-дан 5-тің айырмасына үлкен, қарындасым ағамнан В-дан 5-тің айырмасына кіші екен балалар. Екінші нұсқасына қараймыз. Ағам 13 жаста, қарындасым С жаста. Неше жас үлкен, неше жас кіші? Шешуі: 13-тен С-ның айырмасы. Жауабы: ағам қарындасымнан 13-тен С-ның айырмасына үлкен, қарындасым ағамнан 13-тен С-ның айырмасына кіші. Яғни неше бірлікке үлкен, неше бірлікке кем екенін білу үшін үлкен саннан кіші санды азайтамыз. Үшінші тапсырма: есепті шығар. Әпкем 16 жаста, ал інім одан 9 жас кіші. Інім неше жаста? Балалар, бұл жерде бізде есептің сызбасы берілген екен, дайын тұр. Қараңдаршы. Әпкем 16 жаста. Қараңдар. Ал інім белгісіз. Бірақ әпкеме қарағанда 9 жас кіші дейді. Яғни бұл жерде де үлкен саннан кіші санды азайтамыз. 16-ның 9-тың айырмасы 7-ге тең. Жауабы: інім 7 жаста. Төртінші есепке қараймыз. Ағам 29 жаста, ал әпкем одан 5 жас үлкен. Әпкем неше жаста? Балалар, бізге төртінші есепте шарты дайын тұр екен. Ал енді шығарып көрейікші. 5 жас үлкен дейді. Ағам 29 жаста. Әпкем белгісіз, бірақ ағама қарағанда әпкем 5 жас үлкен дейді. Яғни 29-ға 5-тің қосындысы 34-ге тең. Жауабы: әпкем 34 жаста. Балалар, бізде 5-ші есеп теңдеулерді шеш. 3 нұсқа берген екен. X-тен 13-тің айырмасы 38-ге тең. Яғни белгісіз санды табу үшін X тең 38-ге 3 қосындысын жазамыз. Белгісіз сан X тең 38-ге 13-тің қосындысы 51-ге тең. Енді белгісіз сан 51-ге тең екен. Таптық. Енді орнына қоямыз. X-тің орнына 51-ді қоямыз. 51 азайтылған 13 тең 38. Яғни теңдіктің екі жағы да 38-ге тең болды. Екінші, 52-ден X-тің айырмасы 28-ге тең. Яғни біз белгісіз санды шығарып аламыз. X тең
көп саннан аз санды азайтамыз. 52-ден 28-дің айырмасы 24-ке тең. Яғни белгісіз санды тауып алдық, енді орнына қоя екенбіз. 52-ден 24-дің айырмасы 28-ге тең. 28 тең 28. Үшінші нұсқасы 25-ке x-тің қосындысы 63-ке тең. Яғни белгісіз сан табу үшін үлкен саннан кіші санды азайтамыз. 63-тен 25-тің айырмасы 38-ге тең. Енді бізде белгісіз сан табылды. 38-ге тең екен, орнына қойып есепті тексеріп көрейік. Теңдеуді тексеріп көрейік. 25-ке 38-дің қосындысы 63-ке тең. 63 тең 63. Алтыншы есепті шығар. Ауылда 17 досым бар, ал қаладағы достарының одан 8-і артық. Қалада неше досым бар? Балар, артық дейді, қараймыз, мән береміз. Ауылда 17 досым бар екен. Қалада белгісіз, бірақ ауылда қарағанда 8-і артық. Яғни 17-ге 8-дің қосындысы 25-ке тең. Жауабы қалада 25 досым бар екен. Жауабын таптық балар. А нұсқасына қараймыз. Қалада 25 досым бар, ал ауылда 17 досым бар. Ауылдағы достарының қаладағы қарағанда нешеуі кем? Яғни ережеге сай неше бірлікке кем, неше бірлікке артық екенін білу үшін үлкен саннан кіші санды азайтамыз. Қалада 25 дос, ауылда 17 дос. Нешеуі кем? Шешуі 25-тен 17-ның айырмасы 8-ге тең. Жауабы ауылдағы достарының қаладағы қарағанда 8-і кем екен. Бөліктердің мәнін тиімді тәсілмен есепте. Балар, бұл жерде 22-ге 17-ның қосындысына 38-ге 23-дің қосындысын қос дейді. Яғни біз жақшаның ішіне бірінші ондықтарға толтырып аламыз. 22-ге 38-дің қосындысына 17-ге 23-дің қосындысын қосты. Яғни 100-ге тең екен. 28-ге 40-тың қосындысына 10-ға 12-ның қосындысын қос дейді. Біз бұл жерде 28-ге 12-ның қосындысына 40-ға 10-ның қосындысын қостық. Яғни 28-ге 12-ның қосындысы 40-ға тең, 40-ға 10-ның қосындысы 50-ге тең. 40-ға 50-дің қосындысы 90-ға тең екен балар. Келесі есеп сызба бойынша есеп құрастыруын шығар. Бізде тек сызба берілген екен, қараңдар. Амина 80 ұпай. Ал ардақта белгісіз сұрақ белгі қойып тұр. Бірақ Аминаға қарағанда 27 ұпай кем. Кем дейді балар, қараңдар. Яғни шешу 80-нен 27-дің айырмасы 53-ке тең. Тамаша. Жауабы ардақ 53 ұпай жинады. Келесі тапсырма. 1-ден 100-ге дейін 7 цифры неше рет кездеседі? Ал есептеп көрейікші. 7, 17, 27, 37, 47, 57, 67. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 87. Яғни 7 цифры 100-ге дейін 19 рет кездеседі екен балар. Жарайсыңдар балар. Осымен сабағымыз аяқталды. Алдағы сабақтарымызды жіберіп алмас үшін арнамызға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар.